Қайырлы күн қазақ елі. Сіздермен бірге Сейтқали Әліби. Сіздер бүгін жасанды интеллект тақырыбындағы қызықты сұхбатқа куә боласыздар. Бүгінгі сұхбатымыздың қонағы Алматы қаласы Мұқағали Мақатаев атындағы нөмірі 140 гимназия түлегі, республикалық ғылыми жобалар мен олимпиадалардың жеңімпазы, гимназия мақтанышы, алтын белгіге үміткер Құралбек қызы Адина. Сәлем, Адина. Сәлем. Бүгінгі көңіл күйің қалай? Барлығы жақсы, рахмет. Сұхбатқа дайынсың ба? Әрине, бастайық. Онда бірінші сұраққа өтелік. Жасанды интеллект адам өмірін қалай өзгертуде? Адам өзінің күнделікті тұрмыс тіршілігінде өзінің міндеттерін орындау үшін, өзінің сұрақтарына жауап алу үшін жасанды интеллект көмегіне жүгінеді. Және де бұл адам өмірін 180 градусқа түбегейлі өзгертіп жатыр. Керемет жауап. Жасанды интеллекттің дамуы адам өміріне пайда әкеледі ме, әлде қауіп төндіреді ме? Егер де жасанды интеллектті дұрыс бағытта қолданатын болсақ, әрине ол пайдасын тигізеді. Бірақ керісінше пайдаланатын болсақ, бұл адамның өміріне қауіп төндіруі әбден мүмкін. Тамаша жауап. Келесі сұрақ, қазіргі таңда жасанды интеллект Қазақстанда қалай дамып келе жатыр? Соңғы жылдары Қазақстанда жасанды интеллект қарқынды түрде дамып келе жатыр деген ойдамын. Көптеген салалар жасанды интеллект көмегімен дамып жатыр. Сонымен қатар оқушылар өзінің олимпиада және де ғылыми жоба зерттеулерін қорғаған кезде өздерінің тақырыптарын жасанды интеллектпен байланыстырып жатыр. Тамаша, Адина. Тамаша жауап, Адина. Болашақта жасанды интеллект қандай кәсіп түрлерін алмастыруы мүмкін? Қазірдің өзін алып қарайтын болсақ, азық-түлік дүкендерінде сатушы кәсібінің өзін автоматтандырылған роботтардың өзі алмастырып жатыр. Ал болашақта алып қарайтын болсақ, есептеу жүргізетін мамандықтардың өзінде жасанды интеллект алмастыру әбден мүмкін деген ойдамын. Жауабыңды құптаймын, керемет. Адина, сенің ойынша жасанды интеллект адам шығармашылығын жеңе алады ма? Жоқ, менің ойымша ол ешқашан адам шығармашылығын жеңе алмайды. Себебі адамның өзінің ойлау қабілеті, өзінің эмоционалдық тұрғыдағы өзінің эмоциялары бар, сонымен қатар өзінің шығармашылығы әрбір адамның тұлғасына өзгеше болып келеді. Яғни ерекшеленеді әрбір адам осымен қатар. Осылайша жасанды интеллект ешқашанда адамның шығармашылығын алмастырады және де адамның өзін де алмастырады деген ойға мен ешқашанда келіспеймін деген ойдамын. Орынды жауап. Адина, жасанды интеллект бізге не береді? Көптеген тұстардан қарайтын болсақ, жасанды интеллект медицина саласында түрлі ауруларды ерте анықтауға, медициналық зерттеулерді жылдамырақ жүзеге асыруға көмек береді. Білім беру саласын алатын болсақ, оқушының сабақ түсінуін тереңдете отырады. Мұғалімге оқушыны жан-жақты түсіндіріп, оқушының назарын өзіне аудартуға көмектеседі. Және де күнделікті өмірді алып қарайтын болсақ, ақылды роботтар бізбен бірге біз қолданып жатқан тоңазытқыштар, шаң сорғыштардың барлығы осы жасанды интеллект арқылы жасалған роботтар болып табылады. Және де оның барлығы бізге өзінің бір көмегін тигізеді, яғни біздің өмірімізді жеңілдетеді. Керемет жауап. Енді біз соңғы сұраққа да келіп жеттік. Бұл сұрақ қорытындылайтын сұрақ болсын. Жасанды интеллекттің болашағы туралы не ойлайсың? Жасанды интеллекттің болашағы өте перспективалы болып табылады. Әрине, егер де оны дұрыс бағытта қолдансақ қана, ал егер де біз оны бұрыс бағытта қолданатын болсақ, әрине ол сенің, менің және де басқа да адамдардың өміріне өзінің бір қауіпін төндіруі мүмкін. Керемет. Ал енді мен де саған осы сұрақты қояйын. Жасанды интеллекттің болашағы туралы сен не ойлайсың? Мен бұған қалай жауап берем? Бұл сұрақтың бәріне Адина өзі жауап берді ғой. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.